Бәріңе қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Крейдер. Мен бүгін сіздерге уровень поддержка, уровень сопротивления және де локальный уровень, сонымен қатар трендовый уровеньдарды қай жерден қою керек екендігін үйретем. Сол үшін осы видеоны бастан аяқ соңына дейін көріңіздер. Керекті мағлұматтар өте көп ағайын. Ал ағайын, бұл жерде уровень, мысалға уровень сопротивления алдыңғы бірінші сабақта айтып өткендей, ең жоғарғы графиктің ең жоғарғы барған точкасы деп есептелінеді деп айтқам сіздерге. Бізде бұл графикте мысалға ең жоғарғы біздің уровеніміз мына жерде тұр. Ең жоғарғы не үшін мына жер емес деп ойлап отқан шығарсыздар. Өйткені көрдіңіздер ме, сразу уровеньді төмен қарай апарып тастағанда осы жерде бізде уровень сопротивления бар. Мына жердегі ол саналмайды. Бұл енді басталып келе жатқан не болғаннан кейін, график болғаннан кейін ол саналмайды. Ал енді уровень поддержка, қолдау уровені алдыңғы сабақта айтып өткендей тағы да ең төменгі точкасы болып есептелінеді. Міне ең төменгі точкасы міне уровень поддержканікі. Ал енді локальный уровень дегеніміз, локальный уровень мына жерде. Локальный уровень осы жерде. Бұны қай жерден таптың деп ойлап отқан шығарсыздар. Локальный уровень негізі уровеньдердің өзі қалай құралады, мен сіздерге соны айтып түсіндірейін. Уровеньдердің өзі мысалға мына жерде уровень сопротивления болса, мына жерде уровень поддержки болады. Осының ортасында мысалы график поддержкадан басталды, осылай келді. Уровень сопротивлениеге келген кезде мысалға осы жерде скопление болады, жиналады осы жерде. Уровень сопротивлениеге қайта барады. Бірақ бұл уровень сопротивлениені тесе алмайды. Не үшін? Өйткені мына жерде скопление бар. Уже көрдіңіздер, мына жерде кішігірім скопление жиналған. Сол үшін осы жерден бұны бұза алмайды. Бұл сосын төмен қарай кетеді. Бел ортада локальный уровень бар. Локальный уровеньге келген кезде де локальный уровень қалай анықтайды? Локальный уровень тоже скопление тұр ғой, мына жоғары жақта тұр. Сол сияқты мына жерде скопление құрайды. Көп скопление бетіп жоғары барып келіп жаңағындай үстіп құрайды да, мына жерде скопление болды ма, значит бұл бос жер локальный уровень болып есептелінеді. Бірақ локальный уровень жақын арада өзінің паттернның қағидаларымен қай жерде бұзылатынын білуге болады. Егерде бұл бұзылып төмен қарай келіп мына жерде бүйтіп жиналыс ұйымдастыратын болса, жаңағыдай скопление болатын болса, значит бұл бізде уровень поддержки, қолдау уровені да. Міне осылай біз уровеньдерді анықтаймыз. Ең көп жиналған жерде, мысалы мына жерде локальный уровень мына жерде болмауы мүмкін, даже мына жерде болып қалуы мүмкін да. Бұны жаңағындай осы жерде мысалы жиналатын болса, былай жиналатын болса, значит бұл жер уже локальный уровень болып есептелінеді. Мен ағайындар, мысалға графикадан сіздерге мысал көрсететін болсам, міне жиналған уровень сопротивления мен мына жерде қалай анықтадым? Мына жерде бізде ең жоғарғы точкасы бар, міне өздеріңіз көріп тұрған. Локальный уровеньді қалай анықтадым? Локальный уровень мына жерде кішігірім жиналыс бар, и тоже мына жерде де кішігірім жиналыс, и потом мына жерде көрдіңіздер ма қандай жиналыс екен? Вот осыдан мен локальный уровеньді анықтадым. Ал енді уровень поддержки міне ең төменгі точкасы деп атадым, жаңа айтып өттім. Міне ең төменгі точкасындағы жиналыс міне. Значит, бұл бізде ең мықты уровень поддержки да. Осылай анықтайды ағайын. Жаңағында айтып өткендей, осыған қараймыз. Бұл бір айлық графикта, мен сіздерге қазір енді бір сағаттық графикадан қалай анықтауды көрсетіп жіберейін. Бір сағаттық графикада мына қойғанымыз жаңағы локальный уровень, көрдіңіздер ма? Локальный уровеньді бір сағаттық графикада ең төменгі точкасы міне мына жерде тұр. Қолдау уровені мына жерде тұр. Локальный уровені мысалы мына жерде тұр. Көрдіңіздер ма? Локальный уровень осы жерде тұр. Но уже біздегі жаңағы бір айлық графиктің ішіндегі локальный уровень тұғын. Локальный уровень. Бізде бұл локальный уровень, егер бір сағаттықты ашатын болсақ, бұл уже бізде уровень сопротивления болып есептелініп тұр. Міне уровень сопротивления болып есептелініп тұр, но бізде уже локальный уровень болып есептелініп тұр. Но бізде уровень поддержки болып есептелініп тұр. Бізде енді
сіздерге қазір трендовый уровеньді көрсетіп жіберейін. Трендовый уровень деп негізі төменнен жоғары қарай болмаса жоғарыдан төмен қарай кетіп баратқан графиктің ең жаңағы төменгісі да, ең төменгісі. Мынау мен қазір сызған төменнен жоғары қарай кетіп баратқан трендовый уровень деп есептелінеді. Жақын арада уже локальный уровень бұзылуы мүмкін. Сол үшін біз мына жерде импульсті көріп тұрсыздар. Трендовый уровеньді қалай неден жаңа отскок жасап жатқанын көріп отырсыздар. Міне бір отскок, екі отскок, міне үш отскок, төрт отскок. Осыдан біз егер қазір біз немізді саудамызды алатын болсақ, осындай отскокты аламыз. 15 минутта ашатын болсақ, мысалға мен трендовый уровень міне осы жерде жақсы көрсетілген. Міне көрдіңіздер, осындай отскокта қазір аламыз біз егер осы жерде саудамызды келтіретін болсақ. Енді төмен қарай түсіп баратқан трендті көрсететін болсам, қазір 1 минут. Төмен қарай түсіп баратқан тренд. Төмен қарай түсіп баратқан тренд бұл жоғарғы точкалерді, ал өсіп баратқан тренд болса, төменгі точкалер, құлап баратқан тренд болса, жоғарғы точкалер. Осылай айтайын деп ойлағам сіздерге. Ағайын, трендовый уровеньді саудасы жасайтын болсаңыздар, мысалға қараңыздар, мына жерде өсіп баратқан трендті бұның біз ешқашан жоғарғы точкасынан алмаймыз. Не үшін біз жоғарғы точкасынан алмаймыз? Өйткені график любой момент жоғарғы точканы бұзып өтіп кетуі мүмкін. Сол үшін әр қашанда төменгі точкадан аламыз, өсіп баратқан график болса. Ал егер төмен қарай құлап баратқан график болса, мысалы қара, біз ешқашанда төменгі точкасынан алмаймыз. Ешқашанда, мысалға мына жерінен ешқашан алмаймыз. Не үшін? Өйткені бұл любой момент бұзып кетуі мүмкін. Сол үшін біз әр қашанда жоғарғы точкалерден аламыз, осы жерден, осы точкалерден аламыз. Бұл бізге уже жаңағы проценті көбірек болады біздің ставкамыздың шығуының. Сол үшін ешқашанда төменгі точкадан алмаймыз. Осыны есте сақтап алыңыздар. Міне өздеріңіз көріп отқандай, міне осыны трендовый уровень деп аталынып. Трендовый уровеньнің мысалы ең мықтылығы жаңағындай отскоктардан байқаймыз. Міне бір отскок, екі отскок, міне үш отскок. Осы отскоктардан байқаймыз трендовый уровеньнің мықтылығын. Мына жерде де мықты болған екен. Жақсы уровень жақсы болған екен. Осыны ағайын жақсылап есте сақтап алыңыздар. Жаңағы уровень. Бұл жерде графикаға келген кезде бірінші жаңағындай уровеньдерді бірінші қойып аламыз, одан кейін барып патронның заңдылықтарын қараймыз. Сосын барып саудамызды келтіреміз. Бұл уровеньдерді қойып алмай патроннан істей салам деген ондай болмайды. Одан уже толық жоқ ағайын, мен сіздерге айтайын. Сол үшін бірінші графикаға кірген кезде уровеньдерді қойып аламыз. Трендовый уровень, жаңағы уровень сопротивления бәрін қойып аламыз. Одан кейін барып патрондармен жұмыс істейміз. Бүгінгі сабақта болса ағайын, мен каналыма тіркеліп қоңырауды басып, комментарий қалдырып, түсінбеген жерлеріңіз болса айтып өтіңіз, комментарий қалдырып отырыңыздар. Мен барлығын подробно түсіндіруге тырысам. Келесі сабақта мен сіздерге уже фигураларды өтеміз. Графиканың ең маңызды сабақтарының бірі болып есептелінеді ол фигура. Фигура өте маңызды сабақ болып есептелінеді. Сол үшін жаңағындай тіркелуді ұмытпаймыз, қоңырау басуды ұмытпаймыз. Сіздермен болған Крейдер. Келесі сабаққа көріскенше.